айтылып жатқан нәрселердің бәрі бұл деген өзімнің өмірбаянымнан алған соны тәжірибе жүзінде қолданып, өйткені менде де қыз да бар, ұл да бар, Аллаға шүкір бере салған. Жолдасым қайтса да артында ұрпақтары бар, дамып, өсіп, өніп, білімді болып, жан-жақты болып, жалғыз дүниелік білімді де алмасын, ақыреттік білімді алсын деп барлығымыз енді Алланың жолында, Алланың қызметін қылу барысында адамзат баласына ең адам арқылы сол бір Алланы көріп тұрғандай қызмет қылу, мейірімді бола білуді ұстана білгенімізді. Енді көп айт, аз айт, бұл өмірде әр адамның өзінің санасы бар, сезімі бар, Алла тағаланы қабылдайтын өзінің жүрек жарды ниеті бар деген сияқты да. Біз қазір білмейміз қаншалықты өзіміздің басымызда болып жатқан оқиғалар, бірақ ең пайымдайтын нәрсе, мен өз басымнан айтатыны, ұяда не көрсе ұшқанда соны көреді деп жатқан қазақтың сөздерінің бәрін ұстанамын. Неге десеңіз, бұл нәрселердің бәрі бізді тәрбиелейді. Сіздерге де осыны айтқым келеді. Жастық шақпен, ыстық махаббатпен, сезіммен, сондай бір бумен, тәкаппарлыққа салынып, нәпсіге еріп, білмей қалуымыз мүмкін. Басымыздан қаншалықты қиындық өтті, соншалықты адам баласы өзін жинақтай бастайды, тәрбиелі ала бастайды. Өз басымда солай, өзге де шаруам жоқ. Бірақ та менің айтатыным, неге парақшаларға шығып жатырмын, неге айтып жатырмын? Себебі қазақтың қазақ болып қалғанына, қыз келіншектердің сұлу ақылды болып, сол отбасында, бала шағасында, жұмысында қатар алып жүріп, сондай бір керемет. Мен жолдасым бар кезде жұмысты енді балабақшада істедім, бірақ ондай көп істемеген адаммын, ақша ұстамаған адаммын. Жолдасым ақша ұстаған адам, мен ақша ұстамадым-ау, сен маған ақша бермей жатсың демеген адам. Ол мені кукла ұқсатып киіндіріп қоятын, той-топырға киімнің бәрін барып, өзі кластастары бар, құрдастары, тіпті ЗАГСте де оның құрдасы бар, бірге оқыған кластасы, сыныптасы бар. Соның бәрімен сондай бір ақылға келе отыра шешіп, бүкіл жағдайымды жасап, балаларым жағдайын жасап отырған азамат. Енді ол маңдайыма біткен бақ деп ойлаймын. Адамға Алла тағала бақ береді ғой. Сондықтан болар, мақтау-мадақтау Аллаға тән, бірақ жолдасымның артында ізі қалды деп, балалары да осындай бір әкесі секілді ұқсап бақ деген секілді сондай болсын деген ниетпен сіздерге де осы бір өзімнің жүрек жарды ішкі жан сырымен бөлісіп жатқан жайым бар.